номинацияны айтпас бұрын жаңа Айгүл ханымның айтқан сөзіне қоса кеткім келіп отыр. Жаңа Айгүл ханым айтты, бір жетістікке жеткеннен тоқтап қалмау керек, жетістікке ары қарай жету керек деп. Енді келесі номинация соған дәлел. Жыл серпілісі Индира Жақып лайық деп танылды. Астана повар брендінің негізін қалаған шеф-повар. Индираны осы күні танымайтын қазақ жоқ шығар. Оның тіл үйретіп дәмді тағамдарына Қазақстанның әйгілі жұлдыздарының басым бөлігі тапсырыс береді. Ну что ж, присоединяемся к поздравлениям и тоже поздравляем, друзья. Сөз кезекті Индира ханымға берсек, Айгүл ханым. Хочу сказать, что Индира ханым такая стильная, она могла бы как модель, или как замена Мадины Садвакасовой. Это следующая сфера ее бизнеса, мне кажется, да. Во всяком случае, я так думаю. Ханым, үлкен рахмет сізге. Мен өте қуаныштымын бүгін осы ортада сіздермен бірге болғаныма. Бұл ортаға жеткеніме дәл осындай номинацияны маған берғаныма өте қуаныштымын. Өйткені мен 15 жасымда әке-шешемнен қалып, осындай жетістікке жеткеніме мақтан етемін. 5 бірдей бала шағаның анасымын. Қазір Аллаға шүкір 567 филиалымыз бар әлем бойынша. Бірақ бұл маған өте ыстық. Прям переживайсыздар. Шын жүректен құттықтаймыз сіздерді, жеңімпаздар. Енді келесі осы жеңімпаз